Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Айнура, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз классикалық капкейктер жасаймыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ және ең бастысы оңай жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге осындай бөлме температурасында еріп тұрған сары май керек болады. Оған қант қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Енді қазір біз бұған ванилин қосамыз. Салғы. Ашаға. Енді жұмыртқамызды саламыз. Сүтті құйып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Енді ұнға қамыр қопсытқышты салып, араластырып аламыз. Массамызға ұнды қосамыз. Осылай арасында миксердің өзімен араластырып тұрамыз. Міне біз түйіршік қалмастай етіп жақсылап араластырып алдық. Енді шеттерін, қалып кеткен жерлерін осылай лопаткамен ортасына жиыстырып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Осындай қоюлықтағы қамыр болады. Біз енді қамырымызды формаға саламыз. Менде осындай капкейкке арналған қағаз форма. Сіздерде егер мынандай жұқа қағаз форма болатын болса, міндетті түрде силиконовый кекс пісіретін формаға салып пісіріңіздер, әйтпесе бұл жұқа болғандықтан жайылып кетеді. Қазір әрқайсысына салып шығамыз. Мен осылай қасықпен салып шығамын, кондитер қапшығына салып қойсаңыздар да болады. Ішіне толтырып қимау керек, себебі біз разрыхлитель қосқандықтан бұл қазір көтеріледі. Міне осылай жартылай ғана құйсақ жеткілікті. Нақты айтқанда бір ас қасық толтырып саламыз. Міне біз формаға құйып алдық. Енді 170-180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут уақытта пісіріп аламыз. Пісу уақыты өздеріңіздің пештеріңізге байланысты. Мен осындай табаға салып алдым. 180 градуста қызып тұрған пеште 25 минутта пісіріп аламыз.
Сәттірек. Міне достар, біздің капкейктеріміз пісті. Таяқшамен тексеріп алдық, құрғақ болып шықты. Енді бетіне кремін дайындаймыз. Біз бірінші тоңазытқыштан шыққан салқын сливкиімізді құямыз. Біздің өлшейтініміз өшіп қалды. Бірақ мен негізі өлшеп алып қойған болатынмын. Барлығын толықтай құйып алып, аздап қоюланғанша миксерлеп аламыз. Осылай аздап қоюлана бастағаннан кейін қант ұнтағын қосамыз. Тағы араластырып аламыз. Енді творожный сыр қосамыз. Менде осындай сливочный сыр. Творожный сырды салып алдым. Енді жақсылап қою крем болғанша миксерлеймін. Міне біздің креміміз дайын болды. Өзінің формасын өте жақсы ұстап тұрады. Енді біз бұны кондитер қапшығына саламыз. Кондитер қапшығына салмас бұрын мен оны әсемдегім келіп тұр. Осындай қызыл бояғыштың ішіне таяқшаны саламыз. Сосын кондитер қапшығының ішіне бір сызық етіп жүргізіп өтеміз. Мына екінші жағынан да солай сызық жүргіземіз. Енді кремімізді сала береміз. Міне осылай құйып алдық. Енді капкейктеріміздің бетіне кремімізді әдемілеп құйып шығамыз. Осылай құйып шығамыз. Сонда бізде осындай қызғылт аралас крем болады. Міне достар, біздің капкейктеріміз дайын болды. Барлығына құйып алдық. Қалай тәтті ме екен? Біздің классикалық капкейктеріміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Осымен біздің бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге болған Айнура. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.